Реинкарнация деген нәрсені біз кезінде кішкентайда еститедік бұны шынымен. Мен кішкентай қайтыс болсам, мен кейін бұл мысық болып келемін, қарғаға менің душам кетіп қалады, қарға боламын деген сияқты нәрсе. Жақсы адам болсаң, сен душаң күшті нәрсеге барады дегенді білетінмін өте прям. Жаман адам болсаң, иттің несіне барады деп кішкене бүйтіп ойнайтынбыз астақфиралла. Естігемін негізі. Бірақ әлі күнге дейін бұндай сенім реинкарнация бар деп, адам қайтыс болғаннан кейін душасы анаған келеді деу, бұл дұрыс емес. Бұл жоқ шариғатта. Өйткені Аллах тағала аятта сағыз күллу нәфсин заиқатул маут дейді. Бір қате пікір бар да, мен де кейін сөйтіп ойлайтынмын, менің де сондай пікірім болды. Кім айтып отқанына қарама, не айтып отқанына қара дейтінмін. Сөйтсем кейін қарасам дұрыс емес екен мен бұл ойды. Кім айтып отқанда қарау керек екен ғой. Қарау керек екен. Иә, мен өйткені әл-иснад минад дин дедіңіз ғой, бір иснад діннен деді. Екіншіден Мұхаммад ибн Сиринде сөзі бар екен, табиин рахималла, ол айтады әл-илм минад дин. Ілім ол діннен дейді. Ілім ол діннен. Демек ол ілім алып отыр ғой. Ілім ол дін дейді да. Енді фанзуру амман таъхузуна динакум. Діндеріне кімнен алып жатқандарына қараңдар. Осы болып жатқан мәселе жақсы ма, жаман ба? Мұсылмандардың қырылып жатқаны, соғысқан жақсы ма, жаман ба? Жаман деп. Жаман. Сіз жаман деп ойлайсыз. Бірақ бір нәрсеге жақсы жаман деп жауап беру үшін нәтижесін қаралап айтылады. Нәтижесін көрмей, бір нәрсені жақсы жаман делінбейді негізінде. Әрине сырт келбетке жаман, қырылып соғыс болып жатыр, қырылып жатыр, бірақ бұл нәрсенің жақсы жаман деу үшін нәтижесімен қаралады. Мысалға былай деп айтайын сізге. Сіз үйіңіз қирап қалып, бір жер сілкінсе сол қирап қалса, жаман ба, жақсы ма? Жаман. Жаман. Бірақ қирап қалғанда мемлекет сізге керемет дәу үй берсе, не істедіңіз? Демек ана қирап қалған жақсы болыпты ғой дейсің ғой. Бізді Ханафи мазхабынан жауап берсек, жалпы біздің Ханафи мазхабында әйел азаматтардың мешітке баруы макрух деп алайық. Жақсы ма? Әйел азаматтар неге бұл, неге сүйендік? Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям буютухунна хайрун лахунна деген хадис бар. Жалпы әйелдердің үйлері өздері үшін хайырлы дейді. Әйелдер демек намаз оқу үшін үйде намаз оқығандар жақсы.